нөмірі 3 мектеп гимназия продакшны ұсынады. Басты рөлде жаңашылдық пен шығармашылық күші кернеген, шәкіртке деген мейірім оты жүрегінде маздаған, туған тарихын тануды таңдаған, өзін тұмар сұлуда ергін рухты батырға балаған Гүлмира Әділтайқызы. Білім майданым 2018 жылы Ақкемер жалпы білім беретін ортасынан бастау алды. Қарапайым жауынгер мұғалімнен басталған қиында қызықты сәттер маған толағай жеңістер сыйлады. Өмірлік ұстанымым алынбайтын асу, бағынбайтын белес, шешілмейтін түйін жоқ. Оқыту мен тәрбиелеу кезеңдерінде кездескен кедергілерге қарамастан, әрбір көздеген мақсатымды дәлдеп, мергендікпен тигізуге ұмтылдым. 2019 жылы аудандық үздік тарихшы байқауынан бас жүлдеге иелендім. Дәл осы білім мен шығармашылық шайқасында облыстық деңгейде бірінші орын алдым. Тәрбие мәңгілік бренд тақырыбында аудандық семинарда жауынгер ұстаз ретінде өз шеберлігімді көрсетіп, алғыс хатпен марапатталдым. Осылайша жауынгер мұғалім шенінен бір топты басқарған жауынгер капитанға айналдым. Артымнан ерген бір топ жауынгерлермен біраз асуларды, белестерді бағындырдық. Мен басқарған топ гимназия таланттары 2023 шығармашылық шайқаста бас жүлдеге ие болдық. 2024 жылы жастар көктемі шығармашылық додасынан бірінші орынға ие болдық. Сонымен қатар топтық жұмыстарды емес, жеке жауынгерлердің білімін шыңдап, жетістіктерге жеттік. Менің шағын отаным атты аудандық жас тарихшылар байқауынан Өмірзақ Әсем 3-ші орын, Айболат қызы Ақбота 2-ші орын алды. Міне осылайша менің ерліктерім атты қысқа сюжетті көркем тарихи фильм соңына жетті. Жалғасы бар.